Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Біз бүгін болашаққа саяхат бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімнен сен туған өлкең бойынша туристік маршруттар жасауды үйренесің. Техникалық прогрестің адам өміріне әсерін зерттейсің. Бренд деген сөздің мағынасын білесің. Қазақстанның ұлттық брендін жасауды үйренесің. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің туристік маршрутым. Бүгінгі сабақта сенің білетінің туристік маршрут жоспарлаудың мәнін білесің. Қазақстанның көрікті жерлеріне туристік маршрут құруды үйренесің. Балақай, сен өз еліңнің мәдениеті мен тарихы жөнінде көбірек білгің келеді ме? Неден бастауды, қайда баруды ойластырып жүрсің бе? Ендеше, алдымен туристік маршрут құруды бастайық. Маршрут дегеніміз не? Маршрут деген сөзді естігенде нені елестетесің? Жарайсыңдар балалар, дұрыс таптың деп ойлаймын. Туристік маршрут туристер жүріп өтетін бағытты күні бұрын жоспарлау арқылы тарихи орындар мен мәдениет ошақтарын аралап танысуға бағытталған, сонымен қоса табиғат ескерткіштерімен танысуға байланысты жол. Олай болса, туристік маршрутты жоспарлау үшін нені білу керектігін бірге білейік. Туристік маршрутты жоспарлау үшін баратын бағытыңды, саяхаттың мақсатын, көлік түрлерін, қаражат шығынын, қажет уақытты білуіміз керек. Ендігі кезекте туристік саяхатқа шығу үшін сөмкеге қажетті құралдарды жинастырып көр. Тамаша балақай, сенің де жауабың дәл осындай деп ойлаймын. Ал енді балалар, біраз сергіп алайық. Енді мына картаға назар аударыңдар. Бұл Қазақстанның туристік бағыттарға жобаланған картасы. Картадан еліміздің әртүрлі аймақтарындағы мәдени тарихи нысандардың орналасу аймағын білуге болады. Есте сақта, туристің назарына, туристің таңдап алған бағытына туристік фирма өз қызметін ұсынады. Туристерге көлік және экскурсия жетекшісінің таныстыру қызметі көрсетіледі. Ендеше, отанымыздың тарихи жерлеріне саяхат жасайық балақай. Ол үшін біз туристік маршрутты құруды үйренейік. Біз бүгін табиғаты әсем жерлердің бірі Алматы облысы Кеген ауданында орналасқан Шарын шатқалы, Көлсай көлдері, Қайыңды көл атты 3 табиғи нысанға саяхаттаймыз. Бізге аумақты толық аралау үшін 1 күн керек. Шығындар есебіне келетін болсақ, көлік, азық-түлік, нысанға кіру құны, сондай-ақ тынығатын орынға қаражат қажет болады. Бұл Көлсай. Алматыдан түнде шыққан туристер мұнда таң ата жетіп алады. Көлсайға дейін жол жақсы, теп-тегіс. Жеңіл көлікпен зырылдап 2-3 сағатта жетіп келесіз. Такси, арнайы автобустарда жүреді. Көлсай тау арасында жатқандықтан күн көтерілгенше суық боп тұрады. Көлсай көлдері Күнгей Алатауы мен Іле Алатауының жоталарын біріктіретін солтүстік Тянь-Шань мен Көлсай аңғарындағы 3 көлдің жүйесі. Бір емес 3 көл тау ішінде мөлдіреп жатыр, ерекше сұлу мекен. Ең алдымен халық бұл жерге табиғат өзі жасап берген ғажайыпты көру үшін келеді. 11 шақырымды 2 сағаттан артық жүрдік. Сат ауылының таксистері УАЗик, ПАЗик, ескі автобустарға мініп алып, екі ортада кісі тасып шапқылап жүр. Жеттік ау әйтеуір. Жайлауда малшылардың тойына келгендей әсер алдық. Киіз үй тігіліп, қазан көтерілген. Бір атқа мінген жігіттер тынымсыз қызмет қылып жүр. Бәрі сол туристердің қамы ғой. Біздің жететін түріміз жоқ. Бағана бит біраз жүрдік, енді еңіске қарай келе жатырмыз.
бұл өзі бір Қайыңды деген керемет жер болса керек, енді сонша мехнат тартып келгенде. Көрейік. Бұл жаққа көлікпен түсуге болмайды, көлігіміз ана жақта қалдырдық. Тек атпен түсуге болады дейді. Бірақ бос аттар да жоқ сенбі-жексенбі күн. Екі аяққа сеніп келеміз. Жол жаман, анау мынау деп жұмыс ғой, бірақ қараңыздаршы қанша көп адам келіп кетіп, үстінде қанша адам отыр. Ат тұрақ бар, демалатын орындар бар, фото шығарып жатыр мына жерде. Бизнес. Жеттік қой деймін, көрейікші. Қара-қаран жақты. Қандай тең айтар білмей қалдым ғой мынандай әдемілікке. Қолдан орнатып қойған сияқты ағаштарды. Таудың ортасы, жап-жасыл көл, ортасында ұзын-ұзын ағаштар. Табиғаттан асқан шебер жоқ деген осы ғой, иә. Қайыңды шебер суретшінің шексіз қиялын қосып, асықпай салған картинасы сияқты әдемі жер екен. Алматыдан небәрі 2,5 сағат ұзақ шықсаңыз, мынандай кереметке кез боласыз. Бәріңіз білетін шығарсыздар, Шарын шатқалы. Бізде көптен бері көруді армандап жедік, бүгін бұйырды. Шарын шатқалы шығысқа қарай 3000 метр созылып жатыр. Ал біз дәл қазір 1300 метр биікте тұрмыз теңіз деңгейінен. Міне қазір шатқалдың төмен жағына түсеміз. Шарын шатқалы. Алматылықтардың көбі бұл жерге арнайы келмеген. Бер жағынан тоқтап суретке түседі де кетеді. Шатқал үстінен қарасаң да, астына түсіп көрсең де ерекше әдемі. Балалар, сендер елімізде осындай табиғат әсем нысандардың бар екенін білесіңдер ме? Енді бейне сюжеттен алған әсерлеріңмен бөлісіңдер. Тамаша балақай, сендер де дәл осындай керемет әсер алды деген ойдамын. Оқу тапсырмасы: өз қалаңдағы көрікті орындардың жарнамасын жаса. Жарайсыңдар, осымен сабақ аяқталды. Бүгінгі сабақта туристік маршрут жоспарлауды және оның мәнін білдіңдер. Қазақстанның көрікті жерлеріне туристік маршрут құруды үйрендіңдер. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Бүгінгі алған білімдеріңді кері байланыс арқылы бағалаңдар. Егер саған тақырып түсінікті болса, онда жасыл түсті локацияны таңда. Егер сұрағың бар болса, көк түсті локацияны таңда. Егер балақай саған көмек керек болса, онда қызыл түсті локацияны таңда.